Good morning, children. How are you today? Саламатсыңдар ма балалар? Жағдайларың қалай, жақсы ма? Бүгін біз ағылшын тілі оқу қызметінен Spring Flower тақырыбын өтеміз. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз көктем гүлі. Балалар, есімізге түсіріп көрейікші. Қазір қай мезгілі? Көктем, жарайсыңдар. Ендеше сол көктем мезгілінің ағылшынша баламасын есімізге түсіріп көрейік. Көктем, spring. All together repeat after me. Көктем, spring. Spring, көктем. Жарайсыңдар балалар. Яғни біз бүгін тақырыбымызға сай көктем гүлі деп атадық. Ендеше гүл деген сөздің ағылшынша баламасы flower. Кәні бәріміз бірге қайталап көрейікші. Flower, flower, гүл. Гүл, flower. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым кеп тұр. Кәні бәріміз мұқият тыңдап алайық. Көктем гүлі әдемі, қызыл күлте бар әсерлі. Кәні балалар айтайық, қандай гүл екені. Яғни балалар, бұл гүл көктем гүлі деп аталады екен. Ендеше бұл қандай гүл? Есімізге түсірейікші. Жарайсыңдар балалар, бұл қызғалдақ гүлі. Қызғалдақ гүлін көріп тұрғанымыздай суретке мұқият қарайық. Гүлдің күлтесі қандай түсте екен балалар? Қызыл. Жарайсыңдар. Ендеше сол қызыл түстің ағылшынша баламасы red. Red, қызыл. Қызыл, red. Ал енді балалар, біздің гүліміздің жапырағы қандай түс екен? Жасыл. Жасыл, green. Green, жасыл. Кәні бірге қайталап көрейікші. Red, қызыл. Қызыл, red. Жасыл, green. Green, жасыл. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз үй жағдайында қашықтықтан оқу әрекетін өтіп отқаннан кейін мен сендерге ойын ұйымдастырдым. Ендеше сол ойынымыз where is деп аталады. Қайда? Бәріміз мұқият қарайық. Жан-жағымызды бақылап отырайық балалар. Жан-жағымызда қандай нәрселер бар? Соған мұқият қарап, мен ойынды жалғастырған кезде сол нәрселерді ағылшынша айтамын, сол нәрселерді сендер тауып көріңдер. Жарай ма? Кет дегендеше. Where is